Достар, жалғастырамыз. Үшінші блогымызды айландырып жатырмыз. Жасыл түсті. Бірінші жасыл болды, екінші қызыл, үшінші қайтадан жасыл, төртінші қызыл. Бізге ең соңғы түс қызыл түс болғаны керек. Төрт круг айланамыз. Осындай астар салған кезде құрағыңыз мата созылмайды. Бұндай астарсыз жасасаңыз, мынау резина ұқсап бүйтіп ойнап тұрады, созылып. Сол үшін астына мата қойған әлдеқайда тиімді, жақсы. Жасыл түсіміз бітті. Келесі қызыл, соңғы круг қызыл түс. Начосты астыға қарай жіберсеңіздер жақсы. Бір жақ қарай жіберген дұрыс. Начосты. Қызыл. Так, мынандай шеттерін бір тігіспен тігсеңіздер де болады, машинкаңызда, немесе зигзагпен. Егер де зигзагыңыз бар болса, зигзагпен тіккен жақсы. Шеттері, қазір мына жердің лишнийларын кескен кезде сөгітілмес үшін. Менде зигзаг бар, сондықтан мен зигзагпен тігем. Екі жұмыс жасап, оны аберлоқтамайсыз. Жібіміз үзіліп кетті. Сабақтаймыз. Машинкалардың өздерінде мынандай пинцеттері болады. Өте ыңғайлы. Менен сабақтағанға.
Мына лишнийларды кесіп тастаймыз. Ол бізге кедергі жасайды. Бір-біріне блоктарды қосқан кезде. Мінекей блогымыз дайын. Енді бұны кезек-кезек міне бұлайынан қойып аламыз да. Бір қызыл, бір жасыл, бір қызыл қылып, бір-бірінің орталарын біріктіреміз. Оны простой шокпен тізе болады. Закрепка береміз. Мынандай артындағы тігісті екі жаққа қарай ашқан дұрыс. Қолыңызбен кішкене үтіктеп жіберсеңіз, ерінбесеңіз үтікпен үстінен басып жіберсеңіз болады. Келесі блокты біріктіреміз, тігеміз. Мінекей шатастырмай, бір қызыл, бір жасылмен орталарын біріктіру керек. Мінекей төртеуі дайын. Енді соңғы бас жағына қоямыз. Мына жақта бізде қызылмен біткен, мына жақта жасылмен біткен. Оны біз мына жақтағыдай қызылмен біткенге жабыстыру керек. Жасылмен қызыл. Тура ортасын тауып алып, ортасына жабыстырамыз. Осындай лишнийларын кесіп тастаймыз. Шетіндегі. Мына үш бұрышты біз осындай бір блокты жасаймыз да, соны тура ортасынан екі линия жүргізіп шығамыз, артынан сызып. Сол екі линияның ортасынан кесесіз. Не болмаса қызыл, не болмаса жасыл түсінен етесіз. Сонынан жоғар жағына тіккен кезде осылай шығады. Тағы да тіктейміз арт жағын. Так, енді біз бұның шетіне қызыл лента жүргіземіз. Осы матадан 5 сантиметрлік
тігіп аламыз. Так, бірінші ұзыннан тігіп аламыз. Так, мынандай тігістердің ортасын ашып отырамыз. Бағана қосылған жерлерді екіге ажыратып отырып. Міне мына үш бұрыштың мына ұшына дейін келеміз. Осы жерге шейін. Содан кейін кесіп аламыз артығын. Келесі тура екінші жақ бетін тігеміз. Так, екі жақ жағын тігіп алдық. Енді етегіне басамыз. Так, матамас болып қалды. Тағы да лента кесіп алу керек болып тұр. 5 сантиметр қылсаңыздар болады, одан да аз қылсаңыздар да болады. Жаңағы қолбаудың толщинасы дейді ғой. Жалпақтығы қаншалықты сізге ұнайды? 15-20 қанша керек, соншалықты кесіп алсаңыз болады. Так, міне енді жоғары жағын тігу керек болады. Жоғары жағын міне осының бойымен тігеміз. Қазір бұрыштан бастайық. Шынан бастайық.
жібіміз бітіп қалыпты. Мынаны ашып аламыз, кейін барып осыны кесеміз. Ашып алғаннан кейін мынаны ұзындығымен кесу керек. Астындағы лишний матаны алып тастайық. Қазір тігіске қалың болып кетеді. Астарын тіккен кезде. Енді мына бетті тігеміз, келесі бетін. Қойып алдық. Мынаны кесіп тастаймыз лишнийді. Мінекей мынауымыз дайын болды. Енді осының шетіне мен мынандай бекір тіктім. Егер сіздерге көрініп тұрса. Міне ол осындай болады. Мына бір жақ шеті кішкентай томпақтау болып келеді. Астында ішінде мынандай несі бар, бауы бар. Осындай тіктім. Егер ондай болмаса, қолдан жасаса болады. Мынандай 4-4 қылып аласыз да. Тура 2-ге бүктеп, мынаның шетіне былай тіге бересіздер. Бүктелген жағын ішіне қарай қоясыздар. Ішіне қарай қойып, тіге бересіздер. Кейін қайтарған кезде ол былайынан көрініп тұрады сыртында. Осындай қылып жасасаңыздар болады. Менде ондай дайыны бар болғаннан кейін осындай жасап жатырмын. Қазір осыны қоямыз, тігеміз. Бұны қою үшін замокқа арналған бір жақты лапты қою керек. Өйткені бір жағы томпақ болған үшін. Бұл бейканы аласыз, егер бар болса сізде. Жоқ болса алсаңыз болады. Көп затқа керек болады. Мынандай кішкене ұшын алып кесіп тастау керек. Айланып келіп екінші ұшы келген кезде мына жерде не болып қалады. Қалың болып қалмас үшін. Орта жолдан бастаған дұрыс. Өйткені мынандай ұштардан бастасаңыз, ол жерлерде қиынырақ болады. Тігіске кіргізуге. Мінекей бастаймыз. 1 сантиметрдей орын қалдырып, шетінен 1 сантиметр ішке қарай алып тігеміз. Мына бейканы қатты тартпаймыз, астындағы матаны тартып тұрсаңыз болады, бірақ онда қатты тартпау керек. Осындай бейкалардың жылтырлары болады, сары,
соларды алсаңыздар барлық жерге кете береді. Құрақтарға сондай көбінесе пайдаланады. Мына жерді былай бұрып аласыздар. Мынаның ұшын үшбұрышты қылуға қажеті керек емес. Өйткені мына жерге қазір біз нені саламыз, лентасын, сол үшін кішкене жалпағырақ болған дұрыс. Үшбұрышты кішкене домалақтатып аламыз. Бұл бейканы жасасаңыз да болады, жасамасаңыз да болады, өз қалауыңыз. Жасасаңыз әдемірек болып тұрады.